Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, ауызда ерейтін сүзбеден десерт дайындаймыз. Бұл десерттің ең басты ерекшелігі құрамына ұн және де сары май салынбайды. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен 600 грамм сүзбеге 4 жұмыртқаның сары уызы, 25 грамм ванильді қант, 40 грамм крахмал және де 250 грамм қаймақ қосамыз. Қаймақ 20%-тен кем болмауы қажет. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырып еземіз. Блендер болса, блендердің көмегімен езіп аламыз. Үстіне 50 грамм қант салып араластырамыз. Жұмыртқаның 4 ақуызына шым-шым тұз салып, кішкене көпіргенге дейін миксерлеп аламыз. Содан соң үстіне 60 грамм қантты 3 бөлікке бөліп салып, ақуыздарды үлкен масса болғанша көпіртеміз. Бұл массамыз біздің ақ кетпейтіндей болу керек, өзінің формасын ұстап қалу қажет. Мінекей осындай болып шығады. Енді бұл ақуыздарды сүзбелі массамызға қосып, жоғарыдан төменге қарай араластырамыз. Араластырып болған соң формаға құямыз. Форманың астына пергамент қағазын төсейміз. Менің формамның диаметрі 22 см. Бұдан да кіші диаметрге салсаңыз, сіздің десертіңіз өте биік әдемі болып шығады. Қызып тұрған пеште 150 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Міне біздің десертіміз дайын болды. Суығаннан соң формадан босатамыз. Суығаннан кейін негізі десерт кішкене ғана төмендейді. Енді десертімізді безендіреміз. Бұл десертке кез келген кремді қолдануға болады. Мен қаймаққа қант араластырып, жағып шықтым. Үстіне шоколадты ертіп, жолақшалар жасадым және де жаңғақ септім. Негізі безендіру өзіңіздің қалауыңыз бойынша жеміс жидектермен де безендірсеңіз өте дәмді әрі әдемі болады. Сіздерге бұл десертті жасап көруге кеңес етемін. Шынымен де ауызда еритін өте дәмді десерт. Дастарханда 5 минуттың ішінде жоқ болатын десерттердің бірі. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Сау болыңыздар.